Жақсы, қайырлы күн достар. Қалайсыздар? Қазақстан тарихы ұбт тест талдау 7-ші сұраққа жеткен болатынбыз. Екінші мемлекеттік думаға қатысқан қазақ депутаттарының қойған талаптары: діни медресе мен мекемелерді ашу, хандық билікті қалпына келтіру, қара жұмысқа алынғандарды қайтару, билер сотының дәрежесін көтеру дейді. Бұл жерде хандық билікті қалпына келтіру бізде толыққан жауап болмайды. Және де бұл жерде логика бойынша ол кезде бізде мемлекеттік думаға қатысқандар мұсылмандар фракциясы болды. Діни медресе мекемелерді жабу дегенде жауапқа мардымсыз, яғни міндетті түрде ондай нәрсе айтылмайтындығы белгілі болды. Ал енді мемлекеттік дума дегенімізден соған тоқталайық. Мемлекеттік дума дегеніміз 1906-1910, яғни уақытша үкімет кезінде Ресей империясының заң жөніндегі кеңес беретін заң шығарушы құқықтары шектеулі уәкілетті мекемесі, яғни бір айтқанда парламент секілді дүние ғой. Яғни екі палаталы жоғары заң шығарушы орган, төменгі палатасы дейді. Көріпсіздер, иә? Жалпы бір емес, екі мемлекеттік дума, яғни жалпы 4 мемлекеттік дума болды. Соның ішінде екеуіне қазақтар қатысқан болатын. Бірінші мемлекеттік думаға, яғни мына жерде қарайтын болсаңыздар, 4 депутат, яғни Бірімжанов, Қалменов, одан кейін Бөкейханов, одан кейін Қосшығұлов қатысты. Бірақ оның ішінде Бірімжанов пен Қалменов қана думаға қатыса алды, қалған екеуі бара алмады. Онымен қатар басқа өңірлерден сайланған Жантөрин, Тұндон деген секілді, яғни Астрахань губерниясы, Уфа губернаториясынан қатысқан қазақ азаматтар болды, губерниясынан. То есть жалпы бұл жерде негізгі мәселе, яғни олар мұсылман фракциясында қызмет еткен болатын. Яғни осы дүниелерді қарастырған. Енді бізде сұрақ екінші мемлекеттік думаны сұрап тұр. Екінші мемлекеттік дума, яғни екінші рет сайланған конституциялық монархия бағытта заң шығарушы жоғары өкілетті орган. Яғни 1907 жылы 20 ақпаннан 3 маусымға дейін 103 күн ішінде 2 рет сессия ашып, 53 мәжіліс өткізгенде. Соның ішінде мына жерде қарайтын болсаңыздар, тоже қазақ халқының депутаттары Оралдан, Қаратай, Қосшығұлов, Біржанов біріншіде болды, тоже Нұркенов, Тынышбаев, Алдабергенов, Құлманов секілді, яғни мұсылман фракциясының 36 депутат енді дейді. Бұлар әуелде мұсылман фракциясы болған. Жалпы бұл жерде ең негізгі көтерілген мәселе бізде қоныстандыру саясаты қазақ шаруашылығын күйзеліске ұшырату мүмкін деген алаңдаушылықтарын білдірді дейді. Демек, бұл сосын 1907 жылы 3 маусым таратылды, айтқанымызда, иә. Дұрыс жауап бізде қоныстандыру саясатын тоқтату деген негізгі жауап ретінде қарастырамыз. Жақсы, осымен 7-ші сұрақтан арнаға жазылып қойыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Сұрақтар болса комментарийға толықтырып кетіңіздер. Яғни мемлекеттік дума деген заң шығарушы орган секілді дүние ғой. Яғни осы жерге келіп депутаттар өздерінің идеяларын айтады. Яғни осы жерге қазақтардан да қатысқан екендігін көрдік,